Бүгін досымыздың қуанышымен бөлісіп Таразға барып жатырмыз. Қуанышың бөлсең көбейет дейді. Ассалаумағалейкум, роднойлар, қалайсыздар? Алланың мейірімі мен қазынасы шексіз. Армандар орындалатынына ешқандай күмән жоқ. Тағы да бір дәлел. Марго бауырым. Ой, сәлем. Бүгін мен айтайын ба? Айтар. Мен бүгін әкеме көлік сыйлап жатырмын. Мен енді әртүрлі армандар орындалады, мақсат қою дейтін нәрселерді білесіздер ғой, оны айтып жүр жаныңыз. Мен осы көлік алуыма неге шынымды айтсам, осындай мақсатты миыма құйып берген ол сендердің роднойларың, менің жан досым, Жансерік. Рахмет, шынымен. Менде бұрында 3 жыл бұрын бұндай арман болған жоқ. Арман сол өзі машина алу, үй алу, осындай ғой енді жұмысың өсу, ал көлік сыйлау дейтін нәрсені былай айтқан кезде сен миыма құйып бердің да, осы мақсат өмірімдегі бір міндет сияқты болып қалды да, әкеме көлік сыйлау дейтін. Мен соған жетіп тұрсың. Себепкер болып тұрған сен. Соны айтамын мен бүгін. Аллаға шүкір. Olsun, Аллаға мыңда бір шүкір. Сендер бақыттысыңдар. Осындай блогерге подписан болғандар. Шынымен. Аллаға шүкір енді. Бәріміз бала кезден келе жатыр ғой. Армандарымыз орындалып жатқан, ата-ананың разылығын алып жатқан ғой, біз қуаныштымыз. Досың үшін қалай айтсам болады, бір мақтаныш бар ғой. Жүректен жаңа айтып жатқан кезде мурашки бар, мурашки кетіп жатыр да. Күшті нәрсе да, ол тек қана бір роднойлар сендерге емес, достарыма да осылай бір қалай айтсам болады. Кішкене болсын бір себепкер болғаныма мен Аллаға мыңда бір шүкір. Үлкен себепкерсің шынымен. Ойламам. 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын. Енді осы 2 жылда сен көрдім. Бір көлік сыйладың, ойға салдың. Екіншісінде тағы көлік сыйлаған кезде уже Сен үшін шын жүректен қуаныштым. Мен де қуаныштым. Осындай баласы бар, сенің әке-шешең бақытты, мама папаң бақытты. Ажептер, душевный видео түсіріп жатыр. Улянкаға шығып баратқан бала. Нан қарасаңдаршы, роднойлар. Алла қаласа, Мако сыйлайды, Мирас сыйлайды. Мамаға сыйлады ғой, мамаға. Мамаға сыйлады. Тұқтыр өз. Сыйлау дейді, енді ойыңа келді ғой, сен де ойлашы, бұрында ойламаған жасын. Жансерік бірінші видеосынан сразу мамаға машина. Бұл келді де сразу айтты ғой. Мен мамаға сыйлайым, күшті әсерленіп кетті деп. Сен ағаша атама сыйлап қойдың. Осындай круг біріне былайша айтқанда мотивация беріп өсіріп жатқан кезде мощно. Эмоция қызықтыр. Енді мен папам, сен папам сияқты отыр жандай. Ор, сен күтпей қой. Екі рет көрдім. Марго қуанып жүр. Уайымдап жүрсен. Бисмилля. Айтсың. Айтсың. Сәлем. Мәселе. Саламатсыз ба? Амансың. Ассалаумағалейкум. Қайсыз? Осы кісілерге бір эмоция беруді үйретіп қою керек. Ұлыңыздың атынан сыйлық. Жеттік ау қолымызға. Осындай ұлы бар бақыттысыздар. Құтты болсын. Жүпін. Кішкене. Атасының қолында өскен Марго. Әрбір қазақтың үйінде осындай қуаныш болсын. Күшті сезім. Қараңыздар. Қуанып тұрып рахмет сіздерге. Марғұланның осындай жолдастары бар. Және адал. Айтып отырмын да, мен алдында 2 жыл бұрын Жансы машина сыйлады ғой. Сол Жансы. Достарыма мың болсын. Құнанбай ағайын айтқан екен, мықты болсын.